Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен 15 минуттың ішінде дайын болатын, өте жұп-жұмсақ, ыстықтай желініп кететін пирожкиді дайындаймыз. Ең бастысы, зиянды дрожж және де разрыхитель қосылмаған. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды қосып, жұмыртқамыздың тек сарыуызын қосамыз. Содан соң шай қасық тұз, 1 ас қасық қантымызды саламыз және де 2 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын бірдей масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұдан да басқа оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ұнымызды салып, үстінен 1 шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Содан соң сұйық майымызды 1 ас қасық қосып аламыз және де ұнымызды қосып, қолдың көмегімен жұмсақ осындай қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз иі қанғанша 10 минутқа қалдыратын боламыз. Ал оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картошканы қайнатып аламыз және де пиязымызды майдалап турап, жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей картошкамыз дайын болды. Картошкамызға сары майымызды қосып, сары май қоссаңыздар өте нәзік, дәмді болып шығады. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Езіп, үстінен пиязымызды қосып алатын боламыз. Және де тұз бұрышымызды дәміне қарай қосатын боламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алып, қамырымызды алып, бірдей 12 бөлікке бөліп шығамыз. Мен 12 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауларыңыз бойынша бөлсеңіздер болады. Домалақша етіп форма келтіріп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Достар, бұл қамырды қалың етіп жайып қоймаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай жұқа етіп жаюға кеңес беремін. Салмасын салып, жақсылап қамырымызды жабыстыратын боламыз. Достар, дәл осы қамырдың рецептімен бауырсақ және де сосиска в тесте дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, әрі жылдам дайын болады. Үйіңізге қонақ келе қалған жағдайда тез-тез қамырыңыз дайын болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген оңай жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей соңғы пирожкиімізді жабыстырып түйіп болдық. Ал енді майымызды қыздыратын боламыз. Қызған майымызға осылай шетінен әдемілеп салып шығатын боламыз. Достар, ең төменгі отта пісіруге кеңес беремін. Қатты отта пісірмеңіздер, арасы піспей қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да ең төменгі отқа қойып, осылай екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей қараңыздар, достар, өте керемет болып көтеріліп шықты және де майдың осылай көпіршуі қамырымызға сода қосқандықтан осылай көпіреді. Одан еш қорқудың қажеті жоқ. Пирожкиді енді мен тек осы рецептпен дайындайтын боламын. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздерші. Керемет болып шықты. Сізге де ұнайтынына өте сенімдімін. Бір рет жасасаңыз, екінші рет тағы жасайтын боласыз. Және де ең бастысы, соданың дәмі ешқандай да сезілмейді. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.